Дон Юнға күн сайын жаттығу залында 300 айналым жасау керек болды. Егер ол кем дегенде біреуін өткізіп алса, оны ыстық бұйралағыш үтікпен жазалаған болар еді. Дон Юн қаншалықты ауырған сайын, Дон Юнның денесі көгеріп кеткенше, Йен Джин соғұрлым қатты толқыды. Дон Юн сынып жетекшісінен көмек сұрағысы келді. Бірақ ол жай ғана бұл қол аяғы сынбай зорлық зомбылық емес екенін айтты. Дон Юн оны салқын қанды бақылаушы деп атады. Бұл оны ашуландырды. Ол жеңін түріп, оны бірнеше рет ұрды, тіпті басқалар оны ұстамақ болған кезде де тоқтаудан бас тартты. Басқа амалы қалмай, Дон Йен полиция шақырды. Бірақ Йен Джиннің анасы полицияға пара берді. Сондықтан олар мұны балалық шақтағы жанжал деп санап, тергеуді жалғастырмады. Дон Йеннің қарсылығы бұзақының ашуын туғызды. Олар оның үйіне келіп, оның шошқа банкін алып, егер ол қаласа, көңіл көтеру үшін билеуді бұйырды. Оны қайтарыңыз. Дәрменсіз Дон Йен бұл талапты орындады. Дон Йеннің әдемі аяқтары мен едендегі темірге қарап, Йен Джинге одан да жиіркенішті ой келді. Келесі сәтте Дон Йеннің айқайы дәлізде жаңғырықты. Үмітсіз Дон Йен шатырда тұрды. Ол секіріп, азапты өмірін аяқтағысы келді. Бірақ өлім қорқынышы оны ұстап тұруға мәжбүр етті. Ол шыдай алмады және жылай бастады. Оның қайғы қасіретін ешкім түсінбеді. Оның күйген жаралары қыши бастады. Сондықтан ол аяғын, сосын қолын қармен сүртті. Ақырында ол ауырсынуын жеңілдету үшін қардың үстіне жатты. Келесі күні Дон Юн қорлауды сылтауратып, мектептен кетуге арыз берді. Мұғалім келіспеді. Себебі бұл оның үлгеріміне нұқсан келтіреді. Ол бұзақылардың аналарымен бірігіп, Дон Йеннің анасына пара берді. Дон Йеннің анасы оның кету себебін өзгертуден тартынбады. Дон Йен үйге келгенде, үй иесі оған анасының бүгін таңертең көшіп кеткенін айтты. Мен оның мектепті тастап кетуінің себебі мектеп өміріне бейімделе алмау болып өзгергенін түсіндім. Дон Йен анасының опасыздығына сене алмады. Оның жаралары қатты қышып, жүрегі ауыра бастады. Оның сүйенетін ешкімі болмағандықтан, Дон Юн өзінің күшті болу керек екенін түсінді. Сондықтан Дон Юн өзінің қылмыскерлерін іздеуге шықты. Бұл жолы ол енді әлсіз емес. Оның көзқарасы ашулы және шешімді болды. Ол Йен Джинге бұдан былай оның жалғыз арманы Йен Джин болатынын айтты. 20 жыл өтті, ал Йен Джин метеоролог болды. Ауқатты отбасына үйленді және оның сүйкімді қызы болды. Енді Дон Йеннан кек алатын кез келді. Ол Йен Джин отбасының әр қадамын қадағалап отыру үшін Йен Джиннің үйіне қарама-қарсы пәтер жалдады. Ол күн сайын кешке Йен Джиннің қоқыс жәшігін ақтарып, пайдалы кеңестер табамын деп үміттенетін. Бір күні түнде Йен Джиннің күтушісі оны байқады. Донг Йен қауіпсіздік камераларынан аулақ болды. Бірақ күтушінің қырағы көзінен аулақ болды. Донг Йен оны төлеуге тырысты. Бірақ күтуші оған ақша керек емес екенін және ол туралы есеп бермейтінін айтып бас тартты. Дон Йеннің не істеп жатқанын білмесе де, ол 6 ай бойы әр түнде келіп, оның адалдығына тәнті болды. Ол Дон Юнға көмектесуін ұсынды. Дон Йен күтушінің орнына не қалайтынын сұрады. Күтуші Дон Йеннан күйеуін өлтіруді сұрады. Күтушінің күйеуі қатыгез адам болып шықты. Тіпті қызын ұрып соғып, ол енді мұндай өмірге шыдай алмады. Осындай азапты бастан өткерген бұл екі әйел тез арада бірге жұмыс істеуге келісті. Дон Йен күтушіге бұзақыларының суреттерін беріп, оларға тыңшылық жасап, ақпарат жинауды өтінді. Күтушінің тапқандары арқылы Дон Йен Джиннің қызын офтальмологқа жиі апаратынын анықтады. Ол оның түс соқырлығын түзетуге маманданған емхана екенін білді. Түс соқырлығы генетикалық болып табылады және оның бұзақыларының бірі Чжэ Чжун түс соқыр болып туылды. Мектепте басқалар оған күлгенде, ол жиі ашуланатын. Чжэ Чжун үшін түс соқырлығы оның ең үлкен әлсіздігі болды. Өзінің күдігін растау үшін Дон Юн бір кездері Чжэ Чжунның серігі болған және осы уақытқа дейін оның соңынан ерген мен оға барды. Мен о күн сайын көп жұмыс істеді және Чжэ Чжунның үнемі қорлауына ұшырады. Бұл оның ашуын туғызды. Дон Йен оған Чжэ Чжунды құртып жіберетін құпиясы бар екенін айтты. Азғыруға бой алдырған мен о көмектесуге келісті. Оның көмегімен Дон Йен Чжэ Чжунның бірнеше тал шашын алды. Ол Йен Джин мен Чжэ Чжунның қызына дың сынамасын жасауды жоспарлаған. Бірақ мен о қызық болды. Егер Дон Йен кек алғысы келсе, неге оны шетке қалдырды? Дон Йен жоғалтатын ештеңесі жоқ екенін, ал басқалардың жоғалтатын ештеңесі жоқ екенін айтты. Бұл мен оның Чжэ Чжунды тақтан тайдыруға деген шешімін күшейтті. Алайда Дон Йен мен оны аямауды ешқашан жоспарлаған емес. Оның ештеңесі қалмады. Әйтеуір, оның әлі де өз өмірі болды. Көп ұзамай күтуші қуанышты хабарды жеткізді. Ол Йен Джиннің қызы оқитын мектеп директорының жүргізушісімен қарым-қатынаста болғанын білді. Дон Йен осы мүмкіндікті пайдаланып, директорды қорқытып, Йен Джиннің қызының сынып жетекшісі бола алды. Бірақ Дон Йеннің мақсаты тек бала болу емес. Ол сондай ақ Йен Джиннің күйеуі До Йенға да назар аударды. Ол До Йеннің Гуо ойнағанды ұнататынын білді. Сондықтан ол Гуо бойынша сарапшы болған колледждегі досы Чудан көмек сұрады. Чудың тәлімгерлігінің арқасында Дон Йеннің Гуодағы шеберлігі тез жақсарды. Ол тіпті Чуды ұната бастады. Бірақ Дон Йен одан қашықтықты сақтады. Ол үшін махаббат одан алыс нәрсе еді. Ол тек кек алғысы келді. Көп
ұзамай Дон Юнго клубына барып, бір ойынға $200 бәс тігіп, иесінен бірнеше ойында жеңіске жетті. Оның батыл жеңістері көшеде До Йеннің назарын аударды. Ол одан көзін ала алмады. Оның годағы шеберлігі әсерлі ғана емес, сонымен қатар өте тартымды болды. Үйге оралғанда, До Йен Дон Юнның ойындарын тамашалап, оның қалай тез жеңе алмағанына таң қалды. Ол оның қызығушылығын арттырды және ол онымен ойнауды асыға күтті. Бірақ сол күннен кейін ол Дон Юнгті қайта көрмеді. Ол көңілі қалмай кетіп бара жатқанда, ол пайда болды. Ақыры ол Дон Йен жоспарлағандай онымен бірге ойнай алды. До Йен оның өмір сүру үшін не істейтінін сұрады. Дон Йен сабырлы түрде жауап берді. Ол қарапайым адамдарды алдап, ақшаларын алып, олардың жүректерін жаралады. До Йен бизнестің жақсы жүріп жатқанын сұрады. Дон Йен жоқ деді, өйткені ол жақсы адам еді. Оның жауабы оны таңғалдырды. Оның мақсатына жеткенін көрген Дон Йен ойында жеңіске жетіп, кетуге орнынан тұрды. До Йен тағы бір ойын ойнағын келе ме деп сұрап, оны тез тоқтатуға тырысты. Оның қызығушылығын қанағаттандыру үшін Дон Йен бас тартты. Содан кейін ол До Йен үйге қайтып бара жатқанда дүкенде күтті. Күткендей, ол көлікті тоқтатып, оған визиткасын беріп, олар қандайда бір жолмен бірге ойнай алама деп сұрады. Бірақ Дон Йен бәрібір одан бас тартты. Бұл До Йеннің оны одан сайын қалауын тудырды. Ол тіпті жасырын суретке түсіп жатқанын да түсінбеді. Келесі күні Дон Йен өзінің бұрынғы колледж түлегімен кешкі ас үстінде кездесті. Келбеті онша жақсы емес. Бұл кісі оның орта мектептегі сынып жетекшісінің ұлы болатын. Дон Йен жиіркенгеніне қарамастан, онымен аздап сөйлесуге мәжбүр болды. Содан кейін ол сынып жетекшісіне барып, оның 2004 жылы оқуын тастап кеткен Дон Йен екенін еске салды. Ал мұғалім оны есіне алған сияқты. Дәл осы сәтте оның үлкен ағасы қайтып келді. Дон Йен оны ештеңе білмегендей кейіп танытып, жылы қарсы алды. Ол сондай-ақ оның әкесін бұрыннан танитынын баса айтты. Дон Йен тозаңға аллергиясы бар мұғалімге гүл шоғын арнайы табыстады. Оның жоғары сынып оқушысы оның орнына гүлдерді тез алып кетті. Дон Йен бұл гүлдер оның мемлекеттік қызмет емтиханындағы жетістігінің құрметіне сыйлық екенін айтты. Ұялғаннан кейін ол тек бірінші турдан өткенін және әлі де сұхбат алу керек екенін мойындады. Дон Йен оған міндетті түрде өтетінін айтты, өйткені ол тәрбиешілер отбасынан шыққан. Ол сондай-ақ мұғалімнің оқудан шығаруға өтініш берген кезде қаншалықты мейірімді болғанын айтты. Оның сөздерінен қоқан-лоққы естігеннен кейін мұғалім ашуланып, Дон Йенға гүл лақтырып жіберді. Ол оны сол кезде өлтіру керек екенін айтты. Шу көршілердің назарын аударды, сондықтан орта мектеп оқушысы өзінің беделін қорғау үшін әкесін ішке итеруге мәжбүр болды. Содан кейін Дон Йен оған өткенде не болғанын айтып берді. Бұл үлкенді мансап пен әке болуды таңдауға мәжбүр етті. Үлкені мемлекеттік қызметтегі мансапты таңдаудан тартынбады. Ол бөлмені гүлге толтырды. Әкесінің аллергиямен ауырғанын көріп, ол селт етпеді. Әкесі мұны тоқтатқаннан кейін ғана тынысы тарылып, жедел жәрдем шақырған. Ұстаздың өлімі Дон Йеннан кек алудың алғашқы қадамы болды. Келесі қадам бұзақының жазасын өтеу болады. Бұл сол жаттығу залында болды. Магнаттың бай әйелі ретінде Йен Джинге құрметті түлек атағы берілді. Мерекеге басқа бұзақылар келді. Йен Джин сөз сөйлемекші болған кезде кенеттен бөлме қатты қошеметке толы болды. Бұл Дон Йен болатын. Оның қол шапалақтауы бүкіл залдың атмосферасын көтерді. Салтанатты рәсімнен кейін Йен Джин ашуланып, Дон Йенға жақындап, оны шапалақпен ұрды. Че Чун оны тоқтату үшін араша түсті. Дон Йен ашуланбады. Оның орнына ол Йен Джинді құттықтады. Йен Джин өзінің армандарын орындады. Оның лайықты жұмысы болды. Сұлулығының шыңында ауқатты адамға тұрмысқа шығып, бақытты өмір сүрді. Бірақ Дон Йеннің армандары енді ғана басталды. Йен Джин Дон Йеннің соңынан еріп келе жатқанын түсініп, ашуланып, оның мақсатын білуді талап етті. Че Чун оның бейнесін қадағалауды ескертіп, оны тыныштандыруға тырысты. Тіпті оның атынан Дон Йеннан кешірім сұрады. Бірақ Дон Йен мұны қабылдамады. Тіпті олардың оғаш қарым қатынасын мазақ етті. Че Чун Дон Йеннің көзқарасын көріп, кейіп танытуды қойды. Ол Дон Йенға оның орта мектепте жай ғана әлсіз, көзге түспейтін қыз екенін айтып, мазақ етті. Бірақ ол қазір жарқын болып көрінеді. Дон Йен қатты жауап беріп, Че Чун жарқын бірдеңе көрді ме деп сұрады. Оның сөздері оны қатты ренжітті. Ол ұялып қалды. Олармен қоштасқаннан кейін Дон Йен бұрылып кетіп қалды. Көп ұзамай Йен Джинге қызы қоңырау шалды. Ол қызының жаңа сынып жетекшісі Дон Йен екенін білді. Ол өзін мектепке тастады. Бірақ сыныпта тек Дон Йен болды. Дон Йен оған бұл кездейсоқтық емес екенін айтты. Йен Джин Дон Йеннің қоқан-лоққысын байыппен қабылдамай күлді. Ол үшін Дон Йен бұрынғыдай қарапайым қыз еді. Ол оны оңай жеңе аламын деп ойлады. Бірақ кенеттен ол олардың орта мектептегі сынып жетекшісінің қайтыс болғаны туралы хабар алды. Шошып кеткен Йен Джин Дон Йенға қарады.
ол бұл оңай емес екенін меңзеді. Иен Джин мұғалімнің өліміне Дон Юнның қатысы бар деп күдіктенеді. Дон Иен мұны жоққа шығарған жоқ. Енді Иен Джин аздап қорқып кетті. Содан кейін Дон Иен мұғалім ретінде Иен Джиннің қызын тәрбиелеп өсірді. Иен Джин ашуланып жарылып, Дон Иенға қызынан аулақ болуды ескертті. Дон Иен дәл осылай тіледі. Иен Джинді күн сайын қорқынышпен өмір сүруге мәжбүр ету. Иен Джин Дон Иеннің қызына не істей алатынынан қорқып, менмендігін әп-сәтте жоғалтты. Қызы үйге келгенде, Иен Джин тез арада мектепте оны қорлап жатыр ма, мұғалімі ұрып жатыр ма деп сұрады. Ол сөйлесіп жатқанда, ол күйіп қалудан қорқып, қызының денесін тексере бастады. Оның қызы бұл мінез-құлықтың қорқынышты екенін және мұндай адамдарды жазалау керектігін айтты. Оның сөздері Ян Цзинді үрейлендірді. Ол қызының бұрынғы әрекеттері туралы білуіне мүмкіндік бере алмады. Ол қызын Дон Иеннен аулақ ұстау керек еді. Иен Джин мектеп директорына барып, Дон Иеннан басқа ақша ұсынды. Бірақ директор Дон Иеннің төраға болып тағайындалғанын және оның әрекет етуге құқығы жоқ екенін айтты. Одан бас тартқаннан кейін Иен Джиннің бас тартудан басқа амалы қалмады. Осы кезде Иен Джиннің қызы сыныптасымен ұрысып қалды. Ол шие гүлдері қызғылт түсті болуы керек, ал ол оларды көк түске бояды. Дон Иен араша түсуге кірісті, бірақ Иен Джиннің оны есіктен бақылап тұрғанын байқады. Содан кейін ол әдейі қайшыны қыздың иығына қойды. Бұл Иен Джинді шошытты. Сабақтан кейін бірден Иен Джин Дон Иенға жақындап, оған кету үшін ақша ұсынды. Ол тіпті Дон Иеннан қызынан аулақ болуға уәде жазуын өтінді. Дәл сол сияқты Дон Иеннің анасы кету туралы арызға қол қойды. Бірақ жылдар бойы кек алуды жоспарлаған Дон Иен ақша қуған жоқ. Содан кейін ол Иен Джиннің қызының жұмысы туралы айтып, қыздың түсі соқыр екенін және оның нағыз әкесі Чжэ Чжун екенін білетінін айтты. Мұны естіген Иен Джин бозарып кетті. Дон Иен оны қызға зиян тигізбейтініне сендірді, бірақ ол ата-анасымен сөйлесу керек. Алайда ол қай әкесімен сөйлесу керек деп ойлады. Дон Иеннің қоқан лоққысына тап болған Иен Джин ашуланды, бірақ ол үндемеді. Сондықтан ол күйеуін тыныштандыруға тырысып, қызын шетелге оқуға жіберуді ұсынды. Ду Иен неге екенін сұрағанда, Иен Джин қызының мұғалімінің біраз ақылсыз екенін айтты. Ду Иен ұялып, мұғалімге өзі баратынын айтты. Иен Джин қобалжып, әңгіме тақырыбын тез өзгертті. Осы уақытта Донг Иен мен О Сараның есірткі туралы жазбаларындағы тағы екі бұзақыға және Хе Чжонның оған үйленгісі келетін ауқатты отбасы туралы ақпаратқа кір келтірді. Сара әкесінің шіркеуінде дұға етіп жатқанда, ол кенеттен Дон Иеннің оған қатты қарап тұрғанын байқады және оны жаман сезім билеп алды. Дон Иен Сараға жақындап, оны есірткі қабылдаймын деп қорқытты. Ол Сарадан 2 апта ішінде сөмкесін ақшамен толтыруды талап етті. Әйтпесе оның салдары болуы мүмкін. Сара қатты ашуланды, бірақ бұл жолы Дон Иен артқа шегінбей, оны итеріп жіберді. Есірткінің кесірінен Сара жұлқынған кезде бірнеше шашы түсіп қалған. Дон Иен бұл тек бастамасы екенін ескертті. Дон Иеннің қоқан лоққысымен Сара ақша жинап, өзімен бірге алып келуге мәжбүр болды. Ол әлі де ақшаның барлық мәселелерді шеше алатынына сенді және Дон Иенға ақшаны алып, жоғалып кетуін айтып, тәкаппар әрекет етті. Бірақ Дон Иен оны оңай жібермейді. Ол Сараны тозақта өмір сүретінін айтты. Сара Дон Иеннің не қалайтынын сұрады. Бірақ Дон Иен онымен сөйлесуге де алаңдамай, Сараны ашуланып, айқайлап жіберді. Осы кезде Дон Иен күтушіден Хе Чжонның соңынан еруін өтініп, телефонын жасырын ауыстырып жіберді. Хе Чжон мұны байқаған кезде кеш болды. Дон Иен құпия сөзді бұзды. Ішінде Хе Чжонның әртүрлі ер адамдармен түскен селфилері және оның алдағы үйленуі туралы жаңалықтар болды. Хе Чжон бұзақылар тобының ең әлсіз мүшесі болды. Егер Дон Иеннің келбеті болмаса, оны қорлаған болар еді. Ол мәртебеге ие болу үшін ауқатты отбасынан шыққан адамға тұрмысқа шыққысы келді. Өз жоспарының бір бөлігі ретінде Дон Иен менге мекен жайын айтып, ақша тапқысы келсе, сол жерге баруды ұсынды. Мен о жерлеу үйіне келгенде, олар бір кездері қорлық көрген Софи есімді қыздың денесін тапты. Полиция Софидің өлімін өз-өзіне қол жұмсау деп мойындағанымен, оның ата-анасы бұған сенбеді. Сондықтан олар оның денесін сақтап қалды. Дон Иен мен Оға Иен Джиннің Софиді ғимараттан итеріп жібергенін көргенін және оның қолындағы Софидің аты жазылған тақтайшаның дәлел екенін айтты. Мен Хо нағыз өлтірушіні білгеніне қатты қуанды және Иен Джинді 10 миллион долларға бопсалауды жоспарлады. Дон Иен алған ақшасының бәрі оныкі екенін айтты. Бірақ ол Иен Джиннің мойындауын жазып алуы керек еді. Содан кейін Дон Иеннің бұйрығын орындап, мен тағы 3 бұзақыны, тіпті Иен Джиннің күйеуін До Иенға шақырды. Бір ғажабы, мен сол түні жұмбақ жағдайда қайтыс болды. Алайда, олар оны жоғалып кетті деп ойлады. Ешкім полиция шақыруға батылы бармады. Өйткені олардың әрқайсысы жаман істер жасады. До Иен қайтыс болғаннан кейін көп ұзамай анонимді пакет алды. Ішінде әкемнің визит картасы және До Иеннің Дон Иенмен бірге дүкенде түскен суреттері болды. Абдырап қалған До Иен картадағы нөмірге қоңырау шалды, бірақ телефон өшіп қалды. Мәселені шешу үшін ол Чжэ Чжунға барды. Чжэ Чжун менің Иен Оға да жете алмайтынын айтып, менің Иен оған қауіп төндірді ме деп сұрады. Оның ештеңе айтпағанын көріп,
Чжи Чжун Йен Джин темекі шегетін маркалы темекісін әдейі алып шықты. Олар тіпті орта мектепте сыныптас болған. Күмән тұқымы көктей бастады. Чжи Чжунға да анонимді электрондық хат келген болып шықты. Онда дың сынағы бар. Ол Йен Джиннің қызымен 99% сәйкес келетінін көрсетті. Ол қатты ашуланды. Йен Джин өз баласына әкесін басқа адам деп атауға рұқсат берді. Сондықтан ол әдейі өзін До Йеннің алдына қойды. До Йен үйге келіп, Йен Джиннен мектептегі достарымен жиі кездесіп жүрме деп сұрай бастады. Йен Джин кейде киім сатып алу үшін Чжи Чжунның дүкеніне баратынын айтты. До Йен мен О туралы сұрағанда, Йен Джиннің жүзі өзгерді. Ол мен О оны қорқытты ма деп сұрады. До Йенға бәрі мен О оны қорқытады деп шешкені біртүрлі болып көрінді. Йен Джин не деп жауап берерін білмеді. Ол ары қарай сұрамады. Өйткені ол бәрін өзі түсінді. Қызын мектептен алып бара жатқанда, оның жаңа мұғалімі нашар ма деп сұрады. Ол жоқ деп жауап беріп, мұғалімнің анасының мектептегі ескі дос екенін айтты. До Йен енді Йен Джиннің бірдеңені жасырып тұрғанына сенімді болды. Сондықтан ол оны басынан өткерді. Оның үнсіздігі мұны растағандай болды. Йен Джин күйеуінің біртүрлі қылық жасап жатқанын байқады. Ол көлігінің штурманын тексеріп, До Йеннің жақында Чжи Чжунның клубында болғанын анықтады. До Йеннің оның ісі туралы білгенінен қорыққан Йен Джин Чжи Чжунға күйеуіне не айтқанын сұрап жүгінді. Бірақ Чжи Чжун одан бетер ашуланды. Ол оның мойнынан ұстап, неліктен қызын өзінің бай некесін сақтап қалу үшін пайдаланғанын сұрады. Бақытымызға орай, ол қиын сәтте қашып кетті. Оны тыныштандыру үшін ол өзінің басты трубасын іске қосуға мәжбүр болды. Бірақ Чжи Чжун оны оңайлықпен кешірген жоқ. Ол тіпті мектепте қызының ата-аналар жиналысына қатысып, До Йенға өзінің некесіз баласын көруге келгенін айтты. Оның дұшпандығын көрген До Йен бірдеңе дұрыс емес деп күдіктенді. Дәл осы сәтте До Йен кіріп келді. До Йен оның қызының сынып жетекшісі екенін білгенде, бәрі оңай емес екенін сезді. Сондықтан ол Хе Чжунмен кездесіп, Йен Джин мен Дон Йен туралы сұрады. Хе Чжун оған Йен Джиннің орта мектепте Донг Юнға қалай қорлық көрсеткенін айтып берді. Мектептің алғашқы күнінен бастап, олар Донг Юнға әртүрлі тәсілдермен қорлық көрсетті, және ол жалғыз құрбан болған жоқ. Бұл қатыгез әрекеттерді естіген До Йен қалтырап қалды. Ол ақыры Донг Юнмен кездесуінің кездейсоқ емес екенін түсінді. Ал Хе Чжунның сатқындығы менде де себеп болды. Ол анонимді хат алды. Онда оның әртүрлі ер адамдармен бірге түскен суреттері бар. Ол бай отбасына тұрмысқа шыққалы жатқандықтан, онымен күресуге уақыты жоқ екенін сезіп, оларды қоқыс жәшігіне тастады. Бірақ оның болашақ қайын енесі оның жеке медициналық тексеруден өтуін қалады. Бұл оның өткенін ескере отырып, Хе Чжунды қобалжытты. Ақырында ол бұл мәселені шешу үшін дәрігерге пара берді. Ол өзінің денсаулығы туралы есебін болашағына тапсырған кезде, қайын енесі әйел қарызы болуы мүмкін деп қорқып, одан несие есебін сұрады. Кенет біреумен жылы амандасып жатқанда, әйелдің жүзі жарқырап кетті. Бұл Дон Йен еді. Олар ғибадатханада намаз оқып жатқанда кездесті. Дон Йен ештеңе білмейтіндей кейіп танытып, Хе Чжунмен амандасып, олардың орта мектепте сыныптас екенін айтты. Хе Чжун сөйлеуге ұялып қалды. Әйел өзінің болашақ жеңгесі ретінде сыпайы Дон Юнға артықшылық берген сияқты. Дон Юнның кетіп бара жатқанын көріп отырып, ол тек ұлымен сырласып жүрген Хе Чжунға қараған кезде әйелдің жүзі қарайып кетті. Оның менсінбеуіне тап болған Хе Чжун ештеңе айтуға батылы бармады. Ол басқа жерде сөйлесуді өтініп, Дун Йеннің сөзін тез тоқтатты. Ғибадатхананың ауласында Хе Чжун бірден тізе бүгіп, Дун Йенға енесіне қорлау туралы айтпауын өтінді. Ол Йен Чин оны Дун Юнға қорлық көрсетуге мәжбүр етті деп мәлімдеді. Ол кедей отбасынан шыққан. Енді ол ақыры ауқатты отбасына үйленбекші болды. Ол Дон Йеннан оны жіберуін өтінді. Дон Йен ештеңе айтпады. Тек пакерді көтеріп, оған бағыттады. Бұл оның қорқып, жерге құлап кетуіне себеп болды. Дон Йен оның қорқынышын мазақ етіп, пакерді бір жаққа лақтырып жіберді. Олар орта мектепте оқып жүргенде ақ Дон Юнға күн сайын осылай азап шегіп, өздерін кінәлі сезінбеді. Дон Йен не айтса да, Хе Чжун кешірім сұрай берді. Бірақ Дон Йен табанды болды. Ол оны кешірмес еді. Шыдамы таусылған соң, Хе Чжун көз жасын сүртіп, Дон Йеннің не қалайтынын сұрап, өзінің шынайы болмысын көрсетті. Дон Йен сөмкесінен телефонды жайбарақат алып шықты. Хе Чжун кенет оның жоғалған телефоны екенін түсінді. Ол жай ғана шошып кетті. Оның барлық құпиялары Дон Юнның қолында болды. Дон Йен оған өзін жақсы ұстағанша, енді енесіне бармайтынын айтты. Хе Чжун не істеу керектігін сұрап, тез ант берді. Дон Юн оның жоғалғаны туралы хабарлауын қалады. Көп ұзамай қалған үшеуі полицияның мен оның жоғалып кетуін тергеп жатқанын түсінді. Олар бір-бірінен полиция шақырды деп күдіктене бастады. Бірақ күдік тез арада мәртебесі ең төмен Хе Чжунға түсті. Сара Хе Чжунды ұрып жіберді. Бұл Хе Чжунның кек алғысы келді. Осы кезде Дон Юнға кек алу үшін қажет нәрсенің бәрі болды. Ол олардың барлығын тұңғиыққа сүйреп апаруды жоспарлады. Бірақ оның әлі де шешуі керек бір мәселесі болды. Джу,
онымен 7 жыл хат жазысқан. Бұл жолы ол ақыры жауап берді. Алғашында Джу телефонында ақау бар деп ойлады. Бірақ көп ұзамай ол қатты қуанды. Ол бірден онымен шахмат ойнайтын үлкен ағаштың түбінде кездесуін өтінді. Дон Йеннің жоғалып кетуіне жол бермеу үшін Чжу оған өзінің сезімін мойындады. Бірақ Дон Йен үндемеді. Ал Чжу бәрін бірден түсінді. Енді Дон Йенға ханзада емес, оның жазалаушысы болуға келісетін адам керек болды. Көп ұзамай Дон Йен Чжудан тағы бір хабарлама алды. Онда ол жүрегін ашып, оған мүмкіндік беруін өтінді. Бірақ жақын жерде біреу етті грилдеп жатыр. Ысқырған дыбыстар оның қорлағаны туралы ауыр естеліктерді оятты. Дон Йен жерге құлап түсті. Оны өтіп бара жатқан адам оятып жіберді. Дон Йен аянышты күйде Чжуға жол тартты. Ол кек алу жоспарын мойындады. Бұл оның кетуіне себеп болады деп үміттенді. Чжу оны жек көрушіліктен арылуға және бостандыққа шығуға көндіруге тырысты. Мұны естіген Дон Йен күліп, тыртықтарын көрсету үшін жеңін түріп жіберді. Чжу шошып кетті. Ол оның бір ғана қолын көргенін және қазірдің өзінде осылай әрекет еткенін айтты. Бірақ ол оның өткенді ұмытқанын қалады. Чжу үнсіз қалды. Дон Йен орнынан тұрып, пальтосын шешіп, барлық тыртықтарын көрсетті. Чжу қатты қорқып, қандай азаптауға ұшырағанын елестете алмады. Дон Йен оның бойында өзін өзі бағалау сезімі қалмағанын айтты. Ол жай ғана қираған үйінде еді. Сондықтан ол Чжудан аулақ жүруін өтінді. Сол кезде Чжу оған тек аяушылық білдірді. Ол оның жазалаушысы болатынын айтты. Ол тіпті сол кезде бұзақыларды өлтіргісі келді. Бірақ Дон Йен жауап берді. Өздеріңді өлтіргеннен гөрі, өздеріне қымбат нәрсенің бәрін жойған дұрыс. Ду Ян Юн Джинге Дон Юнға қалай қорлық көрсеткені туралы сұрақ қойып жатты. Юн Джин мұны жоққа шығарып, оның нағыз құрбан болғанын алға тартты. Ұятсыз әйелін көрген Дон Йен басқа ештеңе айтқан жоқ. Ол алаңға серуендеуге шығып, тәжірибелі га ойыншысы Чжуды көрді. Оны көрермендер қоршап алды. Оған Дон Йен қосылды. Ол да Гуоны жақсы көрді. Бұл Чжудың жоспары еді. Таныс қимылдар Дон Йенға бір нәрсені түсінуге мәжбүр етті. Ол Чжудан не істеп жатқанын сұрады. Ал Чжу біреуге кек алуға көмектесіп жатқанын айтты. Дон Йен оның Дон Йенге не айтқысы келетінін білді. Ол Кореяда қарусыз кек алу қиын екенін айтты. Бірақ Чжу оның пышағы бар екенін айтты. Ол бір соққымен өлтіруге жақын болды. Осылайша Чжу Дон Юнға соғыс жариялады. Сол күні кешке Дон Йен күтушіге Сарадан алған ақшасын беріп, қызын шетелге жіберуін өтінді. Дон Йен күтушіге уәде еткен нәрсе сол күні орындалады. Күтушінің қызы әкесінің шетелде қайтыс болғанын біледі. Бірақ ол күйеуін өлтірмек болған анасынан алыста болады. Қайғыға қарамастан, күтуші бұл оның қызы үшін жақсы болатынын түсінді. Осы кезде Йен Джин қарсы шабуылды өзі бастады. Ол Дон Юнмен жұмыс істеу үшін біреуді жалдап, Дон Юнның оған қарсы тұратынын білді. Йен Джин біреуге Дон Йеннің есігін ашу үшін ақша төледі. Оның ішінен көргені оны таңғалдырды. Қабырғалар төртеуінің орта мектептен бастап, бүгінгі күнге дейін жасаған барлық істерінің фотосуреттерімен көмкерілген. Йен Джиннің қалтырауы сезілді. Ол өкінді. Ол Дон Юнға қиянат жасамай, оны өлтіруі керек еді. Кенет оның артынан есік ашылды. Йен Джин Дон Йен қайтып келіп, осының бәрін аяқтауға дайындалып жатыр деп ойлады. Бірақ бұл оның күйеуі Дон Йен болды. Йен Джин есеңгіреп қалды. Бірақ оның неге ол жерде екенін тез сұрады. Ду Йен ештеңе айтқан жоқ. Мақтаныштың ашық сарайы Йен Джиннің қаншалықты қорқынышты екенін көрсетті. Оның үнсіздігіне тап болған Йен Джин есінен танып қалды. Ол оның басқа әйелге қызығатынын сұрады. Дон Йен тек Дон Юнға қиянат жасап жатыр ма деп сұрады. Ол тағы да өтірік айтты. Олар жай ғана тіл табыса алмады деп, ол өзін құрбан ретінде көрсетіп, Дон Йенға күмәнданды деп айыптады. Сосын ол кетіп қалды. Қабырғаға қараған соң, Дон Йен қызының Чжу Чжунмен түскен суретін көрді. Ол қызының қызы емес екеніне одан сайын күдіктене бастады. Келесі күні Дон Йен Ян Джинді оның үйіне басып кірді деп айыптады. Ол Ян Джинге полицияға берілуін айтты. Тіпті Йен Джиннің бұрын қорлық көргені туралы дәлелдер келтірді. Йен Джин мүлде қорықпады және Дон Юнға қашудың жүздеген жолы бар екенін айтып, полиция шақырсын деп айқайлады. Дон Йен бұл оның соңғы мүмкіндігі екенін ескертті. Йен Джин еш өкінбеді. Тіпті Дон Йен оған алғыс айту керек деді. Егер ол болмаса, Дон Йен мұғалім болуға және өмірін өзгертуге бел байламас еді. Йен Джиннің тәкаппарлығы Дон Йеннің жүрегіндегі барлық кінәні жойды. Енді бәрі белгілі болған соң, Йен Джиннің бос отырғысы келмеді. Ол Дон Юнның екі көлігі бар екенін біліп, оған көмектесіп жатқан күтушіні іздеді. Йен Джин бұрынғы күтушісінің қазір жауында жұмыс істеп жатқанына қатты ашуланды. Йен Джин оның мекен жайын білгендіктен Дон Йен заттарын жинап кетуге мәжбүр болды. Ол енді кетейін деп жатқанда есіне бірдеңе түсті. Ол жоғалған адамды іздеп, суреттерін еденге шашып жіберді. Бірақ ол жерде болмады. Оны үрей биледі. Бұл сурет шынымен Ян Цзиннің қолында болды. Онда күтушінің қатыгез күйеуі бейнеленген. Ян Джин бұл суретті күтушіге қоқан, лоққы жасау үшін пайдаланды
Егер ол көмектеспесе, күйеуіне бәрін айтып беретінін, тіпті қызының мектебіне баратынын айтты. Мұны естіген күтуші қорқып, кешірім сұрай бастады. Бұл енді Джинді біраз тыныштандырды. Ол күтушіден телефон нөмірін жазып алуын өтінді. Сондықтан болашақта онымен байланысу оңайырақ болады. Ол тіпті күтушіге күйеуінен құтылуға көмектесуге уәде беріп, мұны Дон Юнға қарағанда тезірек жасайтынын айтты. Мұндай жағдайда күтуші бас тарта алмады. Дон Йен олардың кездесу орнына келгенде күтуші келмеді. Содан кейін Джин Дон Йеннің анасын тауып алып, оны Дон Йеннің мектептен кетуіне көндірді. Ақшаға құмар болған анасы тез арада келісімін берді. Келесі күні ол Дон Йеннің мектебіне баса көктеп кіріп, әріптестерінің алдында Дон Йеннің абыройын түсіру үшін сахна жасады. Ол тіпті ата-анасынан Дон Йеннің атына ақша талап еткен. Ата-анасы түсініктеме сұрап, мектепке шағымданды. Дон Йен анасына ашуланды. Анасы сатып алған барлық сәнді заттарды көргеннен кейін, ол өзін одан сайын сатқындықпен сезінді. Ол анасының неліктен оны ренжіткен адамдардың жағына шыққанын түсіне алмады. Бірақ анасы оның сәнді заттарына ғана мән берді. Ашуланған Дон Йен қайшысын алып, анасының сөмкелерін кесіп алды. Анасы оны ұрып соғып, тіпті ашуланып, бетін тырнап алған. Дон Йеннің жүрегі жарылып кетті. Бірақ ол мұның бәрі Джиннің ісі екенін білді. Дон Йен Хе Чунға телефон соғып, Джинді Чудың сұлулық салонына әкелуін өтінді. Джин келгенде, Хе Чун кездейсоқ Дон Йенмен кездескенін және Дон Йеннің онымен шахмат ойнағанын айтты. Бұл Джинді ашуландырды. Дон Йеннің бұған екі себебі бар еді. Біріншіден, ол Чудың Джинді өзінің тұрақты клиентіне айналдырғанын қалады. Екіншіден, Джиннің мінезіне сүйене отырып, ол міндетті түрде Дон Йенға оның неліктен аутсайдерлік жағына өткені туралы сұрақ қояр еді. Бұл онсыз да ашуланған Доны жарып жіберуге итермеледі. Ол Джинге оның істегенінің бәрі олардың қызын қорғау үшін жасалғанын айтты. Оның айтуынша, егер Джин өзін кінәлі сезінсе, ол тыныш өмір сүру керек. Джин шошып кетті. Ол Дон Йеннің бірдеңе білетінін сезді. Көңілі түсіп, ол Чудың салонына барып, бетіне массаж жасады. Наркоз басталған кезде ол ұйқышылдықты сезінді. Чу одан мен оға не істегенін сұрады. Мен Со Хидің өліміне нақты кінәлі екенін анықтағаннан кейін, ол 4 бұзақыны бопсалауға шақырғаны белгілі болды, бірақ үшеуі оны елемеді. Сомен Джинді тікелей нысанаға алып, Дон Йенға телефон соқты. Ол Дон Йеннан оған Джиннің аты жазылған төсбелгі беруін талап етті. Әйтпесе ол Джинмен оған қарсы біргеді. Дон Йен мұндай сатқындықты күтіп, оны елемеді. Мен өзінің соңғы үмітін Джинге артып отырды. Алғашында Джин онымен айналысқысы келмеді. Бірақ ол бұл туралы айтқан кезде, ол тез арада кездесуге келісті. Кездесу орнында Джин мен оның жасырын түрде бірдеңе жазып жатқанын көрді. Ол оның телефонына алкоголь құйып, оған қулықтарын тоқтатуды ескертті. Мұны естіген мен оны тікелей қорқытып, 40 миллион вон талап етіп, қалтасында дәлелдері бар деп мәлімдеді. Джин қалтасындағы затты тез тартып алды. Бірақ бұл жай ғана презерватив болды. Мен енді Со Хиді өлтірген Джин екеніне сенімді болды. Джин еркелік ойнағаннан кейін ашуланды. Содан кейін мен одан тағы 10 миллион талап етті. Джин оны шапалақпен ұрды. Бірақ мен ашуланбады. Егер ол төлей алмаса, онымен бір уақытта $10 орнына ұйықтай алатынын айтты. Оның балағат сөздерін естіген Джин енді өзін ұстай алмады. Ол бөтелкені алып, қате шешім қабылдады. Мен қарсылық көрсетіп, Джинді тырнап алды. Джин оның не істегенін түсінгенде, ол шошып кетті. Ол саусақ іздерін тез өшіріп, офицер Шиннің көмегіне жүгінді. Ол оның пайдасына барлық дәлелдерді жоюға уәде берді. Джин кенет оянып кетті. Ол артына бұрылып қараса, қасындағы Чудың жымиып тұрғанын көрді. Бұл оны одан сайын қорқытты. Чу жаман түс көргенін айтып, біраз демалуды ұсынды. Бірақ Джин ашуланып, бақылау камерасының жазбасын тауып, оны алып тастауды талап етті. Чу анестезияның әсері әлі жойылмағандықтан, басы айналып кетуі мүмкін екенін айтып, оны тыныштандырғандай кейіп танытты. Бірақ қорқыныш Цзиннің қашып кетуіне себеп болды. Ол шын мәнінде не болғанын да айта алмады. Чу нақты дәлелдер алмаса да, мен жоғалып кетпегеніне сенімді болды. Осы уақытта офицер Шин денеге бірдеңе жасады. Ол оны жасырын түрде жасырып, тіпті күзетуге біреуді жалдады. Мен ешқашан табылмағандықтан, полиция Че Чуннан мен жоғалып кетпес бұрын біртүрлі нәрсе болып жатқанын сұрауға барды. Че Чун мен жоғалып кетпес бұрын онымен кездескенін айтып, Дон Йен туралы айтты. Ол тіпті оларға Дон Йеннің визиткасында көрсетті. Көп ұзамай Янг мен ның жоғалып кеткенін де білді. Оның көмекшісі оған мен оның өзіне қалдырған USB дискісін берді. Ондағы жазбаларға қарағанда, Дон Йен Джиннің оны Че Чунмен алдап жүргенін анықтаған. Бірақ бәрінен бұрын оны қатты жақсы көретін қызы Че Чужунның қызы деп ренжітті. Мен жоғалғаннан кейін, сара бәрінен бұрын есеңгіреп қалды. Ол полиция оның ізіне түседі деп қорықты. Өйткені оған ұнтақты жеткізген мен болды. Хе Чун тағы да барлығының сөмкесіне айналды. Бақытымызға орай, Че Чун араша түсіп,
олардың арасындағы төбелесті тоқтатты. Йен Джин Дон Йеннің барлығын Дон Йенге қарсы қоямын деп, Дон Йен жинаған қорлаудың дәлелдерін жойды. Бірақ Сара оған мән бермеді. Өйткені мектептегі қорлау тек Йен Джинге тележүргізуші ретінде ғана әсер етті. Олар сияқты қарапайым адамдарға емес. Йен Джин аң-таң болды. Ол ешқашан оқшаулануға тап боламын деп ойлаған емес. Осы уақытта Донг Йен автотұрақта күтушімен кездесіп жүрген. Дон Йен Джиннің күтушімен байланысатынын болжап қойған. Сондықтан ол күтушіге алдын ала қоңырау шалған. Бірақ Дон Йен әңгімені аяқтай алмай жатып, Йен Джин көлікпен келе жатты. Күтуші қосы агент рөлін сомдап, Дон Йенға опасыздық жасағандай кейіп танытты. Йен Джиннің қарсылық көрсете бастағанын көрген Дон Йен кек алу жоспарын тездету керек екенін түсінді. Осы кезде мектепте қорқынышты ер мұғалім пайда болды. Ол қыздардың ойнап жүргенде етегінің астынан жасырын суретке түсіп жатқан. Дон Йен мұны дер кезінде байқап, балаларды сыныпқа қайта шақыруға сылтау тапты. Мұғалім ашуланып, кабинетте Дон Йенға қоқан лоққы жасай бастады. Келесі сәтте Чжэ Чжун кабинетке баса көктеп кіріп, ер адамның басынан ұрды. Дон Йен Чжэ Чжунға Йен Джиннің қызы жасырын суретке түскен суреттері бар сәлемдеме жіберді. Біреу қызына бұлай қараған кезде ол шыдай алмады. Көп ұзамай олардың барлығын полиция бөлімшесіне алып кетті. Полиция бұл мәселені бейбіт жолмен шешуді ұсынды. Бірақ Чжэ Чжун бұл адамның түрмеге жабылуын қалап бас тартты. До Йеннің адвокаты да келді. Өйткені ол суреттер туралы да естіген. Адвокаттың істі шешуге кеңес бергеніне қарамастан, Чжэ Чжун әлі де айып тағуды талап етті. Бұл екеуінің арасында үлкен келіспеушіліктерге әкелді. До Йен Чжэ Чжуннан жауап алып, оның сотқа жүгінуге қандай құқығы бар екенін сұрады. Чжэ Чжун ашуланды. Ол До Йен қыздың биологиялық әкесі екенін білетінін түсінді. Екеуі төбелесіп, әрқайсысы басқа нүктеге соққы берді. Йен Джин үйге келгенде, До Йен қызын әжесінің үйіне жібергенін білді. Ол бірден оны не үшін жібергені туралы сұрай бастады. Бірақ До Йен онымен мүлде сөйлескісі келмеді. Йен Джин себебін түсіндіруді талап етіп, табандылық таныта берді. Ақырында До Йен оған сүйіктісінің қызының мектебіне барғанын және қиын жағдайға тап болғанын айтты. Чжэ Чжун тіпті қыздың нағыз әкесі екенін айтып, До Йеннің ашуын келтірді. Йен Джиннің дауласуға мүмкіндігі болмады және олардың қарым-қатынасы бұзылды. Бұл арада Донг Йен келесі қадамға көшті. Ол жасырын түрде күтуші қызын шетелге жіберді. Ер адам қыздың жоғалып кеткенін білгенде, ол қатты ашуланды. Күтуші қарсылық көрсетуге батылы бармады. Тек телефонын мықтап ұстап күтті. Экранда қызының аман есен қонғаны туралы хабар шыққанда, ол ақыры босаңсып қалды. Осыдан кейін ол енді оның қиянатына шыдамауды шешті. Ол сөмкесін алып кетуге тырысты. Ер адам оны артқа тартып алды. Төбелес кезінде оның сөмкесінен заттар төгіліп кетті. Оның ақшамен кетіп бара жатқанын түсініп, оның қайдан келгенін сұрады. Күтуші оны біреуге жұмыс жасау арқылы алғанын айтты. Ол қызығып, қандай жұмыс түрі жақсы төленетінін сұрады. Ол бір әйелдің біреуге қоқан лоққы көрсететін хабарламалар жіберуін сұрағанын түсіндірді. Ер адам бұл оңай жұмыс деп ойлап, оны өз еркімен орындауға ерікті болды. Көп ұзамай Йен Джиннің анасына хабарлама келді. Ол бірден үрейлене бастады. Сол күннен бастап ер адам осылайша байып кетемін деп бопсалау хабарламаларын жібере берді. Ян Цзиннің анасы осыдан бірнеше жыл бұрын осы іспен айналысқан офицер Шинмен тез арада байланысқа шықты. Ол мәйітханада 18 жыл жатқан мәйіттің неге шірімегенін және біреу шындықты қалай білетінін сұрады. Офицер Шин де шошып кетті. Мәйітхана бастығына пара бергеннен кейін Ян Цзиннің анасы мәйіттің осы уақыт бойы аурухананың мұздатқышында сақталғанын білді. Бірнеше жыл бұрын полиция бұл істі өз-өзіне қол жұмсау ретінде жауып тастаған. Мәйіттің жарамдылық мерзімі тез өтіп кетті. Ал аурухана Сохидің отбасынан мәйітті жерлеу үшін алып кетуін сұрады. Бірақ Сохидің анасы жерлеу рәсімі біткен бойда істің бір жола жабылатынын білген. Ол істі қайта ашу үшін, дәлелдер табу үшін күзетшіден мәйітті тағы біраз ұстауын өтінді. Күзетші оған көмектесе алмады. Ол ережелерді сақтауы керек еді. Бірақ аурухана директоры оның қайыр сұрағанын көрді. Бәлкім, оның шынайылығына тәнті болған ол ерекше жағдай жасауды ұйғарып, Соханың денесін жасырын түрде мұздатқышқа салды. Бастық оған араласпауды ескертті. Себебі бұл заңды мәселелерге әкелуі мүмкін. Бірақ директор бұл істің жақын арада шешілетініне сенетінін және көмектесу үшін тәуекелге баруға дайын екенін айтты. Отбасы. Бұл ақ көңіл режиссер Джудың әкесі еді. Осыдан кейін Ян Цзиннің анасына қоқан лоққы туралы хабарламалар келіп түсе берді. Бұл оны есінен танып қала жаздады. Шарасыздықтан ол офицер Шинді іздеу үшін тікелей полиция бөлімшесіне барды. Ол одан бұл жұмбақ адаммен жеке айналысуын талап етті. Әйтпесе ол оны құртып жібереді. Оның қоқан лоққыларына байланысты офицер Шин оны жек көрді. Осы кезде күтуші құпия ақпаратты алып келді. Ол офицер Шиннің қараусыз қалған жерлеу үйіне бірнеше рет барғанын, сондықтан екеуі түн жамылып сол жерге тайып кеткенін анықтады. Олар жерлеу үйі бұдан былай пайдаланылмаса да, электр есептегіші әлі де бір түрлі нәрсені көрсетіп,
үзіліссіз жұмыс істеп тұрғанын анықтады. Дон Юн мен оның ішінде жасырылған болуы мүмкін деп күдіктенді. Оның күдігін растау үшін Чжу жерлеу үйін сатып алды. Содан кейін екеуі де сол жерге оралды. Олар ішке қарағылары келетіндерін айтқан кезде, есікті күзетіп тұрған адам есіне бірдеңе түскендей болып, алдымен қоңырау шалу керектігін айтты. Чжу офицер Шинге телефон соқты ма деп сұрады. Офицер Шин туралы білетіндерін түсінген ер адам оларды тоқтатпады. Дон Йен ойлағандай, менің денесі шынымен де ішіне жасырылған. Содан кейін олар күзетшіге олар үшін жұмыс істеу үшін 2 есе көп ақша төледі. Осыдан кейін Дон Ын қылмыс әлеміндегі достарынан бір қап есірткі сатып алды. Содан кейін ол Сараның әкесінің шіркеуіне барды. Алдын ала дайындалған тіркелмеген телефонын пайдаланып, ол Сараға есірткінің бірнеше суретін жіберді. Суреттерде есірткінің шіркеу сахнасының артына жасырылғаны көрсетілген. Өзінің зиянды әдетіне қарсы тұра алмаған Сара сахнаның артына жалғыз кетті. Ал басқалары аяттарды оқып отырды. Оның әсері байқала бастағанда, Сара галлюцинация жасай бастады. Ол тіпті мен оның өлгенін де көрді. Әкесінің шіркеуінің беделіне қатты нұқсан келді. Көп ұзамай оқиға орнына Йен Джин келді. Ол Дон Юнның мұны ұйымдастыруға қатысы бар жоғын сұрады. Ал Дон Йен мұны мойындады. Йен Джин оны мазақ етіп, бұл мағынасыз деп айтты. Өйткені Сара қылмысты бірінші рет жасады және жақын арада бостандыққа шығады. Бірақ Донг Йен оған өзін уайымдау керектігін айтты. Шіркеуге келмес бұрын Донг Йен Джинның бұзақы ретінде өткені туралы айтып берді. Йен Джин телефонын тексергенде, бұл жаңалық қазірдің өзінде трендте болды және ол жағдайдың ауырлығын түсінді. Дон Юн оған Сараның тез босатылуы мүмкін екенін айтты, бірақ ол мұны істемейді. Өйткені ол көптеген адамдарды өлтірді. Есеңгіреген Йен Джин дәлелдеуді талап етті. Дон Юн оның көптеген дәлелдері бар деп жауап берді. Көп ұзамай Сараны полиция есірткі қолданғаны үшін қамауға алды. Бұзақылық ісінде бұзақының аты жөні айтылмады. Сондықтан ғаламтордағылардың бәрі оның кім екеніне таңғалды. Содан кейін күтуші Ян Цзиннің атын тікелей атады. Бұл пікір желіде әп-сәтте үлкен шу тудырды. Компания басшылары оны кінәлаған кезде Ян Цзин тәкаппар болып қала берді. Ол олардан оның интернетте барлығы айтып жүрген адам екенін дәлелдеуді талап етті. Оның ештеңені мойындаудан бас тартуы Ду Йеннің жиіркенішін тудырды. Мен оға жете алмаған соң, Хе Чун оны да Дон Йеннің бақылауында деп күдіктенді. Ол мен оның планшеті бар екенін есіне алды. Сондықтан ол Хе Чунның жаңа жүргізушісіне барып, көліктен планшетті тауып алып, ондағы жазбаны тапты. Дәл сол түні Йен Джин мен Хе Чунды өлтіріп, жазбаны бірден Хе Чунға Джунға әкелді. Шындықты білген соң, Хе Чун күтпеген жерден Хе Чунға үйленуге ұсыныс жасады. Ол қызына жаңа ана тапқысы келді. Хе Чунды үнемі ұнататын Хе Чун келісіп, күйеу жігітімен ажырасып кетті. Есік қоңырауы соғылғанда, ол Хе Чун қайтып келді деп ойлап, қуана есікті ашуға кетті. Бірақ бөлмеге Йен Джин кіріп келді. Хе Чун қазір Хе Чунмен біргемін деп мәлімдеді. Бірақ Йен Джин оған мән бермеді және ол Хе Чунның оны неге сұлулық салонына азғырғанын сұрады. Ол мұның артында Дон Йен тұр деп күдіктенді. Бірақ Хе Чун енді Йен Джиннен қорықпады. Ол қалағанын істейтінін және ешкімге есеп берудің қажеті жоқ екенін айтты. Йен Джин ашуын басып қана кете алды. Келесі күні Хе Чун түрмеде Сараға қонаққа келді. Ол Сара мен Йен Джиннің арасында жанжал туғыза бастады. Сараның есірткіге қатысты жанжалы мен оның өнер шоуында салық төлеуден жалтарғаны туралы хабардың кесірінен Йен Джин жанжалы біраз назардан тыс қалды. Бұл Сараның Йен Джинді ұнатпауына себеп болды. Осы уақытта полиция Йен Джинге мен Ның жоғалып кетуіне байланысты сұрақ қойды. Нағыз қанішер ретінде ол қатты қорықты. Ол тағы да Шин офицеріне тергеуді тоқтату туралы өтініш білдірді. Бұл жолы офицер Шин зейнетке шығатынын және бұдан былай қиындық көргісі келмейтінін айтып бас тартты. Ол да одан шетелден үй сатып алуын өтінді. Йен Джин ашуланып күлді. Неге ол оны тыңдады деп шешкенін сұрады. Офицер Син меннің денесі әлі жерленген жоқ деп жауап берді. Йен Джиннің оның талаптарын қабылдаудан басқа амалы қалмады. Олар жерлеу үйіне келгенде мәйіттің жоғалып кеткенін анықтады. Офицер Шин күзетшіге тез қоңырау шалды, бірақ оның телефоны сөніп қалды. Осы кезде полиция мәйітті қараусыз қалған ғимараттан тауып алды. Бұл менің о болды. Хе Чун бұл жаңалықты көрген соң бірден Ян Цзинге телефон соқты. Ол Ян Цзиннің қылмысы туралы дәлелдері бар екенін айтып, оның орнына ақша талап етті. Бұл бұзақылар арасындағы достықты толығымен бұзды. Енді оған жүгінетін ешкім болмағандықтан, Ян Цзин Хе Чуннан оның қызының анасы екенін еске салып, көмек сұрады. Олардың қызына сілтеме жасау Хе Чунды жұмсартады. Содан кейін ол Йен Джиннің мен Ны қалай өлтіргенін
дәл түсіндіруін талап етеді. Иен Джин бұл жай ғана кездейсоқ оқиға екенін және мәйіттің пайда болуы Дон Юнның жұмысы болуы мүмкін екенін айтты. Ол Чжэ Чжуннан қызымен бірге оған қайта оралу үшін оны құтқаруын өтінді. Чжэ Чжун оның ұятсыздығынан шошып кетті, бірақ қызының анасының қанішер екенін қабылдай алмады. Кейінірек Чжэ Чжун Ян Джиннің кісі өлтіргенін мойындағаны туралы жазбамен До Йенға барды. Ол До Йеннан ажырасуды және олардың баласына қамқорлық жасаудан бас тартуды талап етті. Ол До Йеннің да қызының анасының қанішер болғанын қаламайтынын айтты. До Йенға қауіп төніп тұрғанын сезіп ашуланды, бірақ оның басқа амалы қалмады. Бұл арада Дон Йен ата-анасының шағымына байланысты мектептегі жұмысын тастауға мәжбүр болды. Ол анасына мектепті талап етілгендей тастап кеткенін айтып, үйінен кетуін өтінді. Дон Йен үйге келгенде анасы әлі сол жерде барбекю жеп отырды. Бұл әйел тіпті ешқашан кетпеймін деп айқайлап, Дон Юннан қартайған шағында оған қамқор болуын талап етті. Дон Йен шешесі басқалардан ақша алған сәтте олардың байланысы үзілгенін айтып, үзілді-кесілді бас тартты. Ашуланған анасы Дон Йенға сабақ беремін деп қорқытты. Дон Йен мүлде қорықпады. Осы кезде грилдегі ет кенет жарылып, қорқыныштан шошып кеткен Дон Юнды шошытты. Қызының реакциясын көрген анасы Дон Юнның ашып ойытса қорқатынын түсінді. Дон Йен шыдай алмай, анасынан күлкісін доғаруын өтіне бастады. Оның анасы одан сайын мазасызданып, жалын тез тарады. Дон Йен қатты қорқып, әрең демалып, анасынан көмек сұрады. Бірақ анасы Дон Йен оның қателескенін мойындауын талап етті. Кенет Дон Йен күле бастады және анасына ешқашан өзгермегені үшін алғыс айтты. Мұның бәрі Дон Йен жоспарының бір бөлігі болды. Ол бөлмеге камералар орнатып, анасының агрессивті мінез-құлқын жазып алды. Оны кейінірек дәрігер психикалық ауытқушылық деп анықтады. Нәтижесінде анасы психиатриялық ауруханаға жатқызуға мәжбүр болды. Дон Йен азап шеккен анасын құшақтап алды. Анасының жалғыз туысы болғандықтан оны психиатриялық ауруханаға жатқызуға Дон Йен ғана құқылы еді. Ақыры Дон Йен анасының бақылауынан босатылып, оның кегі шарықтау шегіне жетті. Йен Джиннің анасы бопсалау туралы хабарды елемегендіктен, күтушінің күйеуі оның үйінің сыртында қыдырып жүре бастады. Ол тіпті оны қорқыту үшін оны көргеніне көз жеткізді. Әйелдің ақыры сынғанына біраз уақыт болды. Оның ақша дайындаудан басқа амалы қалмады. Ер адам оның қоңырауын естігенде, ол бұл туралы армандағанын білу үшін тез шымшып алды. Мұның шын мәнінде не екенін түсінгеннен кейін, ол ақшаны алу үшін кездесу орнына асықты. Әйел Шин офицеріне қоңырау шалып, маңызды нәрсені талқылау керек екенін айтты. Бірақ олар кездескен бойда, ол газ педалын еденге итеріп жіберді. Офицер Шин оған тоқта деп айқайлады. Бірақ ол тым кеш болды. Бұл күтушінің күйеуі болып шықты. Офицер Шин ер адамның бетін көргенде, әйелдің оны әдейі өлтіргенін түсінді. Бұл офицер Шиннің жауапкершіліктен құтыла алмайтынын білдірді. Әйел оны мен Осын Йен Джин үшін жабамын деп қорқытты. Ол тіпті офицер Шиннің оның сыбайласы екенін дәлелдейтін тақтайшаны сақтап қалды. Күйеуінің денесін көрген күтуші оқиға орнында есінен танып қалды. Ол мәйітханадан әлдебір есеңгіреп шыққан кезде ғана ақыры қатты жылай бастады. Ол мұңайған жоқ. Ол қорқынышты арманның ақыры аяқталғанына жеңілдеп қалды. Офицер Шиннің көмегімен Йен Джин анасын тез арада құтқарды. Оны тыныштандыру үшін әйел бақсының үйінде түнеуді талап етті. Сол кезде бақсы үлкен рәсім жасап жатқан. Йен Джин шыдамы таусылып кетіп қалды. Кенет ол біреудің атын атағанын естіді. Ол абдырап қалды. Бұл оның бақсының бойындағы рухы еді. Бұл таныс көрініс Ян Цзинді абдырап қалды. Ол арқасынан салқындағанын сезді. Ол қайтадан бұрылғанда Дон Юнның дәл артында тұрғанын және оған мұқият қарап тұрғанын көрді. Содан кейін бақсы оған қалай зиян тигізгені туралы егжей-тегжейлі күбірлеп, оны шақыра бастады. Содан кейін ол онымен бірдей киім кигендіктен, Йен Джин оны барлығының көзінше шешуге мәжбүр етті. Ол бас тартқан кезде, ашуланған және қорланған Йен Джин оны шешінуін талап етіп, оны шатырға сүйреп апарды. Қорқып, ол мейірімділік сұрады. Бірақ Ян Цзин оны жібергісі келмеді. Оның үрейленіп тұрғанын көріп, Ян Цзин күле алмады және кездейсоқ оның аты жазылған төсбелгіні жұлып алды. Йен Джин оны қорқып итеріп жіберді. Дон Юн төменгі қабатта ақша алу үшін құжаттарды толтырып жатқан еді. Ол шуды естігенде, оны тексеру үшін тез орнынан тұрды. Сол жерде ол кісі өлтірудің куәсі болды. Йен Джин тез арада анасына қоңырау шалды. Ол оқиға орнынан кетіп, офицер Шинге бұл мәселені шешуге рұқсат беруін айтты. Бірақ Йен Джин оның оттығының құлағанын байқамады. Дон Йен сол жерде қалдырылған Йен Джиннің аты жазылған тақтайшаны тауып алып, оны дәлел ретінде полицияның шағым жәшігіне салды. Алайда ол Йен Джиннің анасының қолына түсіп, содан бері оны өз орнында ұстады. Йен Джин аң-таң болды. Өйткені бұл жайттарды ол ғана білетін. Бірақ бақсы бәрін тамаша суреттеген. Бақсы онымен бірдей нәрсені көрдім деп тағы да күбірлей бастады. Ол оған тірілер әлемінен кетуді ескертті. Осы сөздермен бақсы есінен танып, бәрінің көзінше өлді. Йен Джин үрейленіп қашып бара жатты. Ал Дон Йен де кенеттен болған оқиғалардан шошып кетті. Шарасыздықтан Йен
Джин До Йеннан көмек сұрады. До Йен оған екі жол ұсынды: билікке берілу немесе дәл қазір ажырасу. Йен Джин соңғысын таңдады. Көп ұзамай атақты тележүргізушінің бай күйеуімен ажырасқаны туралы хабар барлық тақырыптарға айналды. Бұл жаңалықты көрген Йен Джин көңілі қалғанын жасыру үшін күлді. Түнде Йен Джиннің анасы үйге келгенде, оны есік алдында күтіп тұрған Донг Юнгті көрді. Дон Юн Йен Джиннің анасы адамды көлігімен әдейі қағып кеткені туралы дәлелдері бар екенін айтты. Егер ол түрмеге түскісі келмесе, оның орнына Йен Джиннің аты жазылған бейджді беру керек. Бұл арада Сара бостандыққа шыққаннан кейін бәріне Йен Джинді кінәлады. Кек алу үшін ол желіге Йен Джиннің оны қорлап жатқаны туралы видео жариялады. Сондықтан ол әріптесінің оғаш көзқарастарын көріп, бастығынан сұрақтар естігеннен кейін Йен Джин оның құпиясының ашылғанын түсінді. Соған қарамастан ол менмендікпен отставкаға кетті. Тіпті оның қызы да шындықты білгеннен кейін оны жек көре бастады. Йен Джин бірдеңе істеу керек екенін білді. Содан кейін ол баспасөз мәслихатын өткізді. Бұл жолы ол сыныптасын қорлағанын мойындады. Бірақ мұны өзінің жастық шағы мен ақымақтығына жатқызды. Кісі өлтіруге келетін болсақ, ол оны мүлдем жоққа шығарды. Ол тіпті өзін құрбан ретінде көрсетуге тырысты. Ол бірнеше жылдар бойы қайтыс болған қыздың отбасы тарапынан қудаланғанын және қазір интернетте қудалауға ұшырағанын айтты. Ол Сохидің жүкті болғандықтан өз өмірін қиғанын және Сохидің беделін қорғау үшін мұны құпия ұстағанын айтты. Мен оның жерлеу рәсіміне тағы да бұзақылар жиналды. Хе Чон тағы да жанжал шығарды. Ол анонимді түрде Сара мен оның интимді көріністе түсірілген видеосын жіберді. Сара Йен Джинді жаңа ғана әшкерелегендіктен бұл Йен Джиннің кегі деп ойлады. Дәл осы сәтте Йен Джин жерлеу рәсіміне келді. Сара оның қасына кіріп, онымен бетпе-бет келді. Хе Чон дәл осылай көргісі келді. Сондықтан ол екеуінде мазақ етті. Бір әйел досына опасыздық жасады. Ал екіншісі қайтыс болған қыздың жүктілігін ашты. Кенеттен Хе Чон бір нәрсені түсінді. Сара мұның бәрінің артында Хе Чон тұрғанын тез түсінді. Ол ашуланып, Хе Чонды ұстап алып, шашынан шаш қыстырғышын суырып алып, пышақтап тастады. Сара шабуыл жасағаны үшін сол жерде қамауға алынды. Бақытымызға орай, Хе Чон дер кезінде ауруханаға жеткізіліп, аман қалды. Бірақ ол енді ешқашан сөйлей алмады. Хе Чон онымен сол жерде ажырасып кетті. Тастап кеткен Хе Чон ренішке толы болды. Содан кейін Хе Чон Чуды тауып алып, Сохидің мәйітін тексеру нәтижелері туралы сұрай берді. Бірақ Чу оған ештеңе айтпады. Сараптама Сохидің жүкті екенін анықтады. Дон Йен бастапқыда мен деп күдіктенген, бірақ қазір Сохиді жарақаттаған адам Хе Чон болған сияқты. Йен Джинді құтқару мүмкін еместігін көріп, Хе Чон Йен Джиннің қайыненесімен кездесті. Ол әйелден қызын отбасылық тізілімнен шығаруға бола ма деп сұрады. Әйел өзін масқара сезініп, шарасыздықтан До Йенға қоңырау шалды. Бірақ До Йен қызын шетелге алып кетуге шешім қабылдады. Осы уақытта полиция Донг Йенгті тапты. Олар Сохидің ісі туралы ақпаратты оның Дон Йеннан келген электрондық поштасынан тапты. Дон Йен оларға қылмыс орнынан табылған оттықты тексеруді бұйырды. Сохи жағдайында оның саусақ іздері болуы мүмкін. Полиция заттай дәлелдемелер салынған сөмкеден оттықты алып, оны сараптамаға жіберді. Көп ұзамай нәтижелер оттықтағы дыңқ әкемнің тырнақтарының астындағыға сәйкес келетінін көрсетті. Бірдеңе дұрыс емес екенін түсінген полиция Сохи ісіне қатысты барлық дыңқ үлгілерін тапты. Осы уақытта Йен Джиннің анасы өзін қорғауға тырысып, Йен Джин Дон Юнға есімі жазылған бейджді берді. Кенет бөлмеге Йен Джин кіріп келді. Бұл Дон Йеннің жоспарының бір бөлігі екені белгілі болды. Ол Йен Джиннің анасының тастап кеткенін сезінуін қалады. Осыдан кейін Йен Джиннің ақыл ойы тұрақсыз болды. Ол видео алды. Оның үстінде мен оқты өлтірген бөтелке бұрынғы орнына қайтарылды. Оның басы бұлдырап, қылмыс орнына асығып кетті. Тек сол жерде істі тергеп жатқан полицейлерді ұстау үшін Йен Джин қамауға алынды. До Йен онымен ажырасу туралы құжаттарға ресми түрде қол қойды. Күтуші татуласудан бас тартқандықтан Йен Джиннің анасы да адам өлтіргені үшін қамауға алынды. Дон Йен ауруханаға барып, Хе Чоннан кек алғыңыз келеме деп сұрады. Содан кейін ол жұмбақ инъекция жасады. Сол түні Хе Чонды тауып алып, бірдеңе алуға келдім деп өтірік айтты. Хе Чон ештеңеден күдіктенбей, оны ішке кіргізді. Хе Чон мүмкіндікті пайдаланып, Хе Чонның көз тамшыларына бірдеңе тамызды. Бәрі бітті деп ойлап, Хе Чон қызын алып кету үшін мектепке барды. Бірақ оның шетелге кететінін білді. Ол бұл До Йеннің ісі болу керек екенін білді. Ол оған жетуге тырысты, бірақ телефон әлдеқашан сөніп қалды. Хе Чонның келіп, оны тоқтатуға тырысудан басқа амалы қалмады. Жарты жолда ол көзіне ыңғайсыздық сезініп,
ауырсынуын жеңілдету үшін көз тамшыларын тамызды. Бірақ оларды қолданғаннан кейін оның көздері одан сайын ауыра бастады. Бұл адам өліміне әкелген жол апатына әкелді. Келесі күні Дон Иен түрмеде Иен Джинге қонаққа келді. Ол Иен Джинді дәл қазір бақытсыз болып көрінгені үшін мазақ етті. Иен Джин қатты ашуланды. Сонда Донг Иен мен оны өлтірген ол емес екенін айтты. Иен Джин офицер Шинге қоңырау шалғанда мен о кенеттен оянып кеткені белгілі болды. Ол дүкен қызметкерін көмекке шақырды, бірақ қыз бөтелкені тартып алды. Бірде олар оны мектепте Дон Юн сияқты қорлады. Мен ода жақында оны қорлады. Сондықтан ол да кек алғысы келді. Үрейленіп, ол оқиға орнынан бөтелкемен қашып кеткен. Кейін ол Дон Юннан көмек сұрады. Дон Иен бөтелкені алып, орнына қойды да видеоны Иен Джинге жіберді. Бұл Иен Джиннің оқиға орнына тез оралуына және ұсталуына себеп болды. Оның жақтаулы екенін білген Иен Джиннің өзін өзі қорғауға мүмкіндігі болмады. Бұл оның ақырында есінен танып қалуына келді. Түрмедегі бұзақы ауа райы туралы сұраған сайын Иен Джин ауа райы туралы есеп бере бастайды. Ақырында әрбір бұзақы лайықты жазасын алды. Дон Иеннің кегі толық болды. Содан кейін Дон Иен күтушіге өз қалауынша өмір сүруін айтып, біраз ақша берді. Қайғыға қарамастан олар ажырасуға мәжбүр болды. Қоштасқаннан кейін Дон Иен Чуды алғаш рет жағалауға шақырды. Сол күні кешке ол өзін еркін сезінді, тіпті бұрын соңды болмағандай күлді. Бірақ көп ұзамай ол Чуды шығарып салып, қоштасуға шақырды. Чу қайтып келгенше Дон Иен кетіп қалды. Дон Иен шатырда тұрып, қираған және бос деп ойлаған өмірін аяқтауға дайын болды. Дон Иен секірмекші болған кезде біреу оны шақырды. Бұл Чудың анасы еді. Ол Дон Иеннан ұлын тозақтан құтқаруға көмектесуін өтінді. Чудың қайғылы өткені бар екені белгілі болды. Бір күні ауруханаға жараланған кісі өлтіруші келді. Оған Чудың әкесінен басқа ешкім ота жасағысы келмеді. Бірақ операция кезінде бұл адам Чудың әкесін өлтірді. Чу осының бәріне куә болды және қатты күйзелді. Бұл адам тіпті өзіне риза болып көрінді. Ол өмір бойына бас бостандығынан айырылды. Бірақ Чу үшін бұл жеткіліксіз болды. Ең сорақысы, бұл адам Чуға әкесін өлтіріп, оны одан сайын азаптаған кездегі қуанышын сипаттайтын хаттар жазуды жалғастырды. Чу көп жылдар бойы тозақта өмір сүріп жатқандай көрінді. Дон Юнмен кездесу оның өміріне біраз жылулық әкелді. Мұны естіген Дон Иен Чуға көмектесуге бел буды. Ол Хэ Чжонның бұрынғы қайын енесін табу үшін ғибадатханаға барды. Егде жастағы әйелдің өткені өте ықпалды болды. Ал Дон Иен ғибадатханада ерікті түрде жұмыс істеді. Бұл оның ықыласына ие болды. Сондықтан Дон Иен одан өлтірушіні Кореядағы ең қауіпті түрмеге ауыстыруға көмектесуін өтінді. Кемпір келісті. Ол алдымен біреуді өлтірушімен жанжалдастырды. Содан кейін оны басқа түрмеге ауыстыру үшін сылтау ретінде пайдаланды. Дон Иен түрмеде ерікті нұсқаушы болды. Ал Чу түрме дәрігері болып жұмысқа орналасты. Ер адам келгенде Чу оны күтіп тұрғанын көрді. Оны қорқыныш билеп алды. Бір кездері Чу оған айналасындағылардың бәрінен сақ болуды ескерткендіктен, егер олар қайта кездессе, ер адам бұл жолы қашып құтыла алмайтынын білді. Осы кезде күтушіге хабарлама келді. Дон Али одан әлі де бірге жұмыс істегісі келетінін сұрады. Ол Дон Иен берген далапты ерніне жағып, әдемі киінді. Дон Иен мен Чу да дайын болды.